Шайтанның әйелінің аты кім? Молда мешітте халайыққа уағыз айтып бітіп, егер түсінбегендеріңіз болса, қысылмай сұрап отырыңыздар. Қане, кімде қандай сауал бар дейді. Сөйтсе, арт жақтан біреу қол көтеріпті де, әй жоқ, шәй жоқ. Осы шайтанның әйелінің аты кім? Деп сұрақ қойыпты. Шайтанның әйелінің атын дауыстап айтуға болмайды. Бері кел, құлағыңа сыбырлайын деп Молдекең оны жанына шақырып алыпты да, даусын бәсеңдетіп. Сенің денің сау ма өзі? Шайтанның әйелінің атын мен қайдан білейін? Үйлену тойларында болыппын ба? Сұрайтын басқа ештеңе таппай қалдың ба? Бар да, қайдағыны сұрамай тыныш отыр. Деп жер-жебіріне жетіп ұрсып тастайды. Әлгі бейбақ орнына барып отырса, қасындағылар шайтанның әйелінің аты кім екен деп қайта-қайта сұрап қоймаса керек. Сонда ол, шайтанның әйелінің аты өте ұзақ һәм тым қиын екен, тілім келмейді, оны тек Молдекең ғана айта алады. Білгілерің келсе, өздерің барып сұраңдар депті.